Сәлем баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте ерекше әрі өте әдем көрінетін, тез дайындалатын, осындай ерекше кесе самсаларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге осы кесе самсаларды жасап көріңіздер. Егер сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің самсаларыңыз өте дәмді әрі осындай сулы, яғни сочный болып шығатын болады. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз тұз ергенше, және електен өткізілген ұнның үстіне жаңағы суымызды құямыз. Сондай-ақ ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізге қамырына қажетті заттар небәрі осы ғана. Ең алғашында біздің қамыр қолға бірікпейтіндей болып көрінеді, бірақ құрамында сары май болғандықтан ерекше әдемі жұмсақ болып шығатын болады. Дайын болған қамырымызды салафан қалташасына иығанғанша салып қоямыз. Оған дейін бізге осындай майы бар кесегет қажет болады. Етімізді осылай видеодағыдай 4 бұрыш етіп, ұсақ етіп турап аламыз. Қалауынша кез келген көкөністі қоссаңыздар болады. Мен бұнда 1 үлкен пияз және 1 сәбіз, 3 сарымсақ пен 2 картоп қостым. Егерде сіздің пиязыңыз кішірек болса 2 пияз қоссаңыздар болады. Мен үлкен болғандықтан 1 қостым. Және де сарымсақты осындай ұсақ үккіштің көзінен өткізіп алдым. Барлық көкөністерді осылайша 4 бұрыш етіп турап салдым. Қалауыңызша асқабақ қоссаңыздар да болады. Және де ең басты ингредиент ол самсаңыздың сулы әрі ерекше дәмді болу үшін осындай қызанақ қоссаңыздар болады. Сондай-ақ дәміне қарай тұз бұрышын салып, біздің салмамызды жақсылап қолмен араластыратын боламыз. Енді осы аралықта біздің қамырымыз өте жұмсақ, иі қанып, иілгіш, әдемі болып тұрады. Енді біз осы қамырдан 4 үлкен самса жасайтын боламыз. Ол үшін видеоға мұқият қарасаңыздар, бізге 4 үлкен, 4 орташа, 4 кішірек бөлшек қажет болады. Барлығын осы видеодағыдай дөңгелек етіп, формасын келтіріп, қамыр кеуіп қалмас үшін бетін салафанмен жауып қоямыз. Бізге осындай шұңғыл тарелка қажет болады. Мінекей менің қамырымның қалыңдығы осындай. Ең үлкен қамырды осылай шұңғыл тарелканың ішіне салып аламыз және салмасын жақсылап араластырып, жаңа қамырымыздың ішіне салып, дәл видеодағыдай түйеміз және осындай қалың артық жерін ас үй қайшысымен кесіп тастаймыз. Мінекей, енді орташа бөлігін ысып аламыз оқтаудың көмегімен және жаңағы біздің салмасы бар қамырымызды үстіне қойып, шет-шетін жақсы жабысу үшін сәл ғана қолыңыздың көмегімен кесеге су құйып алып, сулап жіберсеңіз осылай тез жабысатын болады. Бұл жерде біз қамырдың ең үлкен және орташа бөлігін пайдаландық. Енді ең кіші бөлігін осылай 2 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай қолымыздың көмегімен созамыз. Мінекей 2 ұзын бізде лапша тәрізді қамыр шықты. Енді осы видеоға қарап отырсаңыз, өрім секілді бір-біріне орай отыра осындай узор шығарамыз. Бұл біздің кесе самсамыздың бетіне, яғни крышкасы секілді сәндік үшін жасап жатырмыз. Менің узорым тым ұзын болып кетті. Байқасаңыздар, егер сіздерде де ұзын болып кететін болса, пышақтың көмегімен кесіп артық жерін алып тастасаңыздар болады. Енді осы узорымызды жаңағы самсамыздың үстіне сәл ғана сулап жабыстырып қоямыз. Енді кезекте біздің қамырымыздан кішкене бөлшектер қалады ғой, соны алып, бетіне осылай қақпағының тұтқасы ретінде қоятын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетейін, видеоға мұқият қарап шығыңыздар.